Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода дивидендті қалай аламыз, оны қалай есептеп көруге болады, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін сіздерге дивиденд арқылы ешқандай да жұмыс жасамай, үйде отырып ақ табыс табуға болатынын, және өз қаржыңызды дұрыс инвестициялаудың арқасында шын мәнінде де өз қаражатыңызды өзіңізге жұмыс жасата алуға болатынының дәлелі ретінде әлемдегі ең танымал инвесторлар туралы айта кетейін. Ең танымал инвесторлардың бірі ол Джордж Сорос. Ол тарихтағы ең табысты қаржыгерлердің бірі екенін мойындамасқа болмайды. 1992 жылы Джордж Ұлыбританияның валюта жүйесіндегі кемшіліктерді тауып, трейдерлер тобын басқарды және британ фунтын құлатты. Ол мәлімдемеден $1 миллиард астам ақша тапты және де Англия банкын бұзған адам ретінде танымал болды. Ол әрқашан акцияларды нарықтың тұрақсыздығы кезінде сатып алып отырды. Таңқаларлық емес, өткен жылы S&P 500 35%-ға құлдыраған кезінде Джордж Сорос дивидендтердің өсу қорларына $4 миллиард астам инвестиция салды. Ол өз қаржысын сауатты бөлудің арқасында 54 компанияның акцияларынан небәрі 8 айда 2,29 миллиард табыс тапты. Бұл ретте дивидендтік акциялардың маңызы жоғары. Кез келген инвестор сияқты Джордж Сорос жомарт дивидендтерді алуды жақсы көреді. Төмендегі кестеде оның портфолиосындағы ең жоғарғы өнімді 10 акцияларды көруге болады. Карл Айкон, Америка құрама штатындағы ең танымал инвесторлардың бірі. 2021 жылдың қарашасында 85 жастағы Айкон $16 миллиард байлыққа ие болды және американдық қаржы нарығында белсенді түрде инвестициялауды жалғастыруда. Айкон Enterprises LP қоғамдық компаниясының үлесі. Оның 86% үлесі бар. Карл Айконның бұл активі өзгеріссіз қалды. Қалған акциялары сатылды және сатып алынды. Ол тиімсіз компанияларды іздейді және олардың акцияларын сатып алады және басшылықты ауыстырып, содан кейін көтерілген бағада бағалы қағаздарды сатады. Мына графикте Карл Айконның портфеліндегі дивиденд алатын акциялардың тізімін көруге болады. Джереми Грентами. Ол британдық миллиардер. Оны әлемдегі ең танымал инвесторлардың бірі аңыз адам деп атайды. Bloomberg Markets нұсқасы бойынша әлемдегі ең ықпалды 50 адамның тізіміне енді. Оған дивидендтен ең үлкен табыс алып келіп отырған акция Microsoft акциясы. Ол Microsoft компаниясының 5,12%-ның иегері. Microsoft акциялары оған $146,5 миллион табыс алып келген. Технологиялық алпауыт Apple компаниясының акциясы оған $186,2 миллион табыс алып келген. Оның портфеліндегі топ 10 акцияны мына суреттен көре аласыздар. Және де әлемдегі ең танымал инвесторлардың бірі Уоррен Баффет. Әлемдегі ең танымал инвестор. Ол өзінің инвестициялық жоспарлары туралы жасырмайды. Buffett Watch веб-сайтында өзінің сатып алған акциялар туралы нақты есепті көре аласыздар. Баффет жыл сайын Apple компаниясынан алатын дивидендінің мөлшері $775 миллион құрайды. Bank of America компаниясынан алатын дивиденд $743 миллион құрайды. Және де Coca-Cola компаниясынан жылына $672 миллион дивиденд алып отырады. Ал енді сіздерді де дәл осылай дивиденд арқылы ақша табу, табысқа жету қызықтыратын болса, онда біз видеоны әрі қарай жалғастырамыз. Енді сіздерге дивидендті қалай есептеуге болатынын түсіндіретін боламын. Ол үшін Google-ға investing.com деп жазамыз. Мына жердегі бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Поискқа өзімізге керек компанияны жазамыз. Мысалға Coca-Cola компаниясын жазатын болсақ, Coca-Cola деп жазамыз. Тикеріне қарау керек. КО деп шығып тұрады. Соның соң алдыңғы видеода айтқандай биржаға да қарау керек. NYSE және де NASDAQ бұл сенімді биржалар. Нью-Йорктың биржаларындағы сенімді биржалар. Қазақстанның биржасы касса деп аталады. Біз қазір NYSE деген таңдаймыз. Осы жерде акция туралы барлық мәліметтер тұр. Мына жерде жалпы шығарылған акцияның көлемі, төменге қарай түссек, бізде мына жерде
дивиденд деп тұр. Дивиденд 1,76. Демек сіз Coca-Cola компаниясының бір акциясын сатып алсаңыз, сізге квартал сайын бір акцияға $1,76 төлейді. Мысалға, сіз ешқандай да жұмыс жасамай, тек қана осы компанияның акциясын сатып алу арқылы белгілі бір бөлігінің иегері бола отыра, дивиденд арқылы қалай өз қаржыңызды дұрыс басқару арқылы қалай $1000 квартал сайын алуға болады. Оны қалай есептейміз? Оны былай есептеп аласыз. Айына квартал сайын сіз $1000 алып отырғыңыз келсе, демек 1000-ды бөлесіз әр акцияға төленетін $1,76. Сіз 568 штук Coca-Cola'ның акциясын сатып алатын болсаңыз, онда сізге квартал сайын $1000 сізге сыйақы ретінде, дивиденд ретінде төленіп отыратын болады. Өзіңіздің ақшаңызға қарай есептеп алсаңыз да болады. Мысалы, квартал сайын $100 ешқандай жұмыс жасамай $100 дивиденд алып отырғыңыз келсе, онда 100-ді бөлесіз $1,76. Демек сіз 56 штук акциясын сатып алсаңыз, сізге квартал сайын Coca-Cola компаниясы $100 төлеп отыратын болады. Мысалға, Apple-ды алсақ, Apple аз төлейді екен. Apple аз төлейді, $0,92. $0,92 төлейді екен. Apple компаниясынан, мысалы, $100 квартал сайын алып отырғыңыз келсе, 100-ді бөлеміз $0,92-ге. 108 штук акциясын сатып алуыңыз керек. Сіз егер $100 аламын десеңіз. Ал егер $1000 алам десеңіз, 1000-ды бөлесіз $0,92. Ана жердегі дивиденд деп көрсетіліп тұрған 1000-ға бөлесіз. Сіз 1087 штук акциясын сатып алсаңыз, сіз квартал сайын дивиденд $1000 алып отыратын боласыз. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда менің каналыма лайк басып, подписка жасап, қоңыраушаны басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Және де трейдинг, инвестиция саласы бойынша өзіңізді қызықтыратын сұрақтарыңызды комментарийге жаза кетіңіздер.